Баршаңызға қайырлы күн. Егер сіз артық салмақтан арыла алмай жүрсеңіз, көзіңіздің көруі нашарласа немесе шаштың денсаулығын жақсартқыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Біз күнделікті пайдаланып жүрген сәбіздің қандай пайдасы бар екенін сіз білдіңіз бе? Сәбіз әсіресе А дәруминін толықтыру үшін маңызды болып табылады. Сондай-ақ құрамында С дәрумені, К дәрумені және Е дәрумені бар. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулярлы дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлы қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылуы мүмкін. Сонымен қатар сәбізде шаштың денсаулығын жақсартатын А, С дәрумендері, калий және антиоксиданттар бар. Сәбізді тұтыну шашты әдемілеуде тиімді. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды, өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің жасушаларын қолдайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Сондай-ақ сәбіздің тері денсаулығына да әсері көп. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды. Безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларын емдеуде көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуге көмектеседі. Сондай-ақ сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Сонымен қатар жүрек денсаулығына да әсері бар. Жүрек тамыр аурулары және гипертонияға қарсы қорғаушы бір рөл атқаратын сәбіз холестеринді төмендетуде де тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Сәбіздің ас қорыту жүйесіне де пайдасы бар. Сәбіз талшықты құрылымы мен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлі ісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді. Сонымен қатар сәбіз қандағы қант мөлшерін реттеуге көмектеседі. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сәбіз салмағыңызды бақылауға көмектеседі. Калориясы төмен талшықтары мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Сәбіз қабынудың алдын алады. Әсіресе Альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларда қабынумен күрес маңызды болып табылады. Бұл орайда сізге сәбіз көмекке келеді. Сондай-ақ сәбіз қатерлі ісікке қарсы көмектеседі. Көптеген зерттеулердің арқасында антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып саналады. Ал жүктілік кезіндегі сәбіздің пайдасы назарды аударады. Өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен витаминдер бар. Кальций тұрғысынан да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да баланың да иммунитеті үшін қажетті тағам болып табылады. Жүктілік кезінде сәбіздің пайдасы көбінесе сәбіз шырынымен бірге түсіндіріледі. Дегенмен сәбіздің тек шырынын ғана емес, өзін де әрқашан тұтыну керек. Жүктілік кезінде өте қажет А дәруменінің бір бөлігін сәбізден қабылдауға болады. Бұл әрі инфекциямен күрес, әрі сүттің сапасын арттыруға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ жүктілік кезінде кездесетін қандағы қантты қалпына келтіру және қант диабетінің алдын алуда сәбіз үлкен рөл атқарады. Сәбіздегі фосфор сонымен қатар жүктілік кезінде құрылысулардың алдын алып, бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі.
Жүктілік кезінде жиі кездесетін іш қату шағымдарын жеңілдету үшін талшыққа бай сәбізді тұтынуға болады. Ал сәбізді қалай тұтынуға болады? Күніне 1 немесе 2 орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы. Сәбіз пісірген кезде тағамдық құндылығы өзгеретін көкөніс. Шикі сәбізде С дәрумені, пісірілген сәбізде бета-каротин көп болып табылады. Екінші жағынан сәбіздегі А дәрумені майда еритін дәрумен болғандықтан жеңіл пісіру кезінде одан көбірек көрінеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, шикі сәбізді таңдаңыз. Өйткені сәбіз піскен кезде су мен талшықты жоғалтады. Ал сәбізді пісіргіңіз келсе, қуыру немесе қайнатудың орнына бумен пісіруді таңдаңыз. Осылайша витаминдер мен минералдарды көбірек сақтайсыз. Сәбізді тұтынудың ең пайдалы жолы шикілеу жеу немесе бумен пісіру. Ал сізге сәбізді қалай тұтынған ұнайды? Осы жайлы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.